сөйлеу әрекетін қалыптастырудың бірден бір құралы деп айттым. Жаңағы көркем әдебиетті оқу арқылы біз сөздік қорымызды байытамыз. Ол бір. Екінші, қаншама қосымша көптеген ақпарат аламыз. Үшінші, айтылымды меңгереміз. Төртінші, мен жаңағы осы оқу бойынша жұмыс істегенде жол жөнекей жаңағы грамматиканы да қосымша үйретіп отырамын. Мысалы үшін, қане кітап оқиық жобасында, мысалы, жаңағы түсініксіз сөздерді түсіндіріп отырып, оларға қолма-қол талдау жасаймын, олардың айтылымын түсіндіріп өтемін, қандай жаңағы жерде, қандай жаңағы ассимиляция орын алды, соның бәрінен сабақ сайын осындай ақпарат алып отырғаннан кейін, жаңа грамматикаға, фонетикаға, стилистикаға дегендей жеке-жеке тоқталып сабақ өткізудің қажеті жоқ. Білдіңіздер ме? Жаңа шығарма біткенше, өзі 27 тарау, сол 27 тарау біткенше бүкіл жан-жақты осы осы шығарманың негізінде жан-жақты ақпаратты алып болады. Бүгін сіздерге өте қиын болады. Менің қыздарымды айтып отыр ғой, тыңдадыңыздар ма? Мен не оқушым, Фейсбукта айтып отыр ғой. Бірінші күні вообще стрессовое состояние. Себебі дейді, сіз оқып жатырсыз, мынаның бәрі дейді, бір как будто мен қазақ тілін емес, шет тілін оқығандай жағдайға келдім. Өйткені дейді, на меня свалилась масса непонятных слов, выражений, оборотов. Міне осының бәрін түсіндіру, бәрін. Оны тарихпен қатыстырам, этимологиямен қатыстырам, жаңағы этнографиямен қатыстырам, қазақтардың бүкіл көшпенді замандағы тұрмысыменен, күнделікті тіршілігімен қатыстырам. Соның бәрін айтып келгенде, олар жан-жақты ақпарат алып, жаңағы түсіндірілген сөздер, түсіндірілген фразалар, түсіндірілген жаңағы сөйлеу, сөз оралымдарының бәрі олардың санасында қала береді. Сондықтан бүгін мен мысалы үшін енді бұлай бейнелі түрде айтатын болсақ, міне құмыра, шөлмек. Сіздер бүгін шөлмек күйінде отырасыздар. Дым жоқ ішінде. Мен бүгіннен бастап сіздерге ақпарат құя бастаймын. Жан-жақты, кешенді. Көрдіңіздер ме? Мынау жаңағы менің атым Қожа шығармасына сүйеніп отыр. Мінекей, біз 27-ші тарауға келген кезде сіздер тасый бастайсыздар. Начинает стакан переливаться. У вас масса информации, масса знаний. Көрдіңіздер ме? Что теперь осталось? Енді не қалды? Енді соны айту қалды, соны әңгімелеу қалды, соны талдау қалды. Көрдіңіздер ме? Міне осылай мен жаңағы тілге деген, оның ішінде қазақтың мәдениетіне деген, қазақтың тіліне деген, жаңағы жазушыға деген тіл үйренушінің 100% ынтасын аударамын, ықыласын тудырамын. Және, мені қазір бір оқушым өткен жолы айтты ғой, Нараушан деген, 2 жыл болды оқып жүрген, 2 жыл болып қалды. Осы оқу арқылы ең бірінші келгенде тым білмеген, бірақ енді ынтасы, қайтсем мен осы қазақ тілі өзімнің тілім екен, мен оны білуім керек деген мақсат қойғандықтан, мінекей 2 жылға жуық уақыт болды оқып жүр. Ең бірінші бір шығарманы оқыдық, бір әңгімені, екіншіні оқыдық, одан кейін осы менің атым Қожаны бітірдік, қазір Абай жолын оқуға кірістім. Көрдіңіздер ме? Енді мен бұл жерде де тәсілді өзгертемін. Мысалы үшін, менің атым Қожада, мен бәріне өзім ғана түсінік беріп отырсам, енді Абай жолына келгенде, ол өзі оқиды. Өзі оқиды дағы маған әңгімелеп беріп отырады қазақ тілінде. Білдіңіздер ме? Тек қана ең бір түсініксіз дегендерге ғана мен тоқталып түсініктеме беремін. Көрдіңіздер ме? Мінекей сөйтіп біртіндеп ол өз бетінше кітап оқуға жол тартты. Ал кітап оқу деген өздеріңіз білесіздер. Кітаптың пайдасының қаншалықты зор екенін. Енді қысқаша оқу туралы айтатыным осы.
Әлгі ежелеп оқу, буындап оқу, жылдам оқу, сағатқа салып жаңағы өлшеп оқудың тіпті керек жоқ. Ешқандай қажеті жоқ. Ешқандай. Себебі біз ол жерде жаңағы мектепте дәстүрлі әдістемеде оқу әрекетін объект ретінде қолданып жұмыс істейді. Ал мына жерде, мынау әдістеме бойынша мен оқу әрекетін тіл үйрету құралы ретінде пайдаланып отыр. Көрдіңіздер ме? Екеуі екі бөлек жатқан мәлімет. Так. Енді мінекей, мына жерде мынандай цифрларды келтіріп кетейін, ана шатасып сіздерге жалған ақпарат бермеу үшін біраз цифрларды қондырып алдым. Мысалы үшін, ең жиі қолданылатын 80 сөз дейді, қарапайым мәтіннің 50%-ын түсінуге жетелейді. Көрдіңіздер ме? Егер де сіз ең жиі қолданылатын 80 сөзді білсеңіз, бір қарапайым ғана мәтінді алсақ, ал біздің оқулықтарымызда толып жатыр ғой, менің отаным, менің Қазақстаным, Астана, отбасым деген. Элементарный вообще. Міне, сол мәтіндердің 50%-ын сіздер түсініп шығасыздар, 80 сөз. 200 сөз білсеңіздер 60%. Ал жаңағыдай көркем әдебиетті өз бетінше оқу үшін сіздерге 2000-2500 сөз жетіп жатыр екен. Көрдіңіздер ме? Не себепті? Негізі біздің қазақ тілінің қаншалықты бай екенін өздеріңіз білесіздерге, оған цифр келтірмей қояйық. Тек қана үлгі ретінде алуға болады Абайдың тілін, Әбдіжәміл Нұрпейісовтің тілін, мысалы үшін, қандай шығармалар қалды арттарынан. Керемет жаңағы сөздің үлгілері қалды, шешен сөздің. Біз жұмыс істегенде айтып отырмын, 2000-2500 сөзді меңгерсек болды. Әрі қарай өз беттеріңізбенен қандай да болмасын көркем әдебиетті оқитын қабілетке ие боласыздар, оқитын қабілет дәрежеге қол жеткізесіздер. Не арқылы? Антиципация деген бізге табиғат бойымызға салған не бар? Қабілет бар. Антиципация. Егер де біз сөздің, біздің сөз, қазақы сөзіміз аглютинативті принциппен құралған, жалғанбалы. Егер мен ылғи түсінікті болу үшін, оны, мысалы, сөздің түбірін основада, ол локомотив, паровоз деп болады. Сосын оған келемізде жаңағы жалғауларды, қосымшаларды, жұрдақтарды тізе берген кезде вагон тіркегендей боламыз. Көрдіңіздер ме? Мынау жаңағы орыс тілді аудиторияға мен солай түсіндіремін. Вот он локомотив, а здесь пошли вагоны. Міне, нәтижесінде 33 сөзден тұратын сөзге дейін біз құрай алады екенбіз. Көрдіңіздер ме? Мінекей, осылай сөздің құрылымын көрсетіп, прям образны көрсетсеңіз, және сөздің негізі менен аффикстерді бір-бірінен ажырата білуді үйретіп алсаңыздар, болды. Сөздің түбірі қандай грамматикалық формада тұрмасын басқа сөйлемдерде ол не істейді? Жаңағы антиципацияны оятады. Сіз алдын ала мына сөзде қандай мағына тұрғанын өзіңіз санаңызбен соған жетесіз. Догадка, языковая догадка. Предвосхищение. Антиципация деген. Так, енді оқуды үйреткенде, мысалы, оқуды құрал ретінде пайдаланғанда, сіздер тағы да айтам, жаңа неде аудирование, тыңдауды айтқанда да айтып өттім. Сіздер өте мәнерлі, өте әдемі, тіпті әртістік деңгейде оқуларыңыз керек. Әртістік деңгейде. Адамды тыңдап отырған тыңдаушыны жалықтырып алмауларыңыз керек. Кейбіреулер былай тіпті дәріс оқығанда да шығады, арт жағы
біраздан кейін не жақсы болды, қазір телефон бар, телефон шұқылап кетеді, кейбіреу қалғып ұйықтап кетеді. Көрдіңіздер ме? Міне, бұл сіз үшін катастрофалық жағдай, апаттық жағдай. Сіз осындай жағдай оқысаңыз, осылай сөйлесеңіз, сіз өмірінде де ешкімді ештеңеге үйрете алмайсыз. Тек қана жалықтырып, жек көрінішті боласыз. Оның уақытын ұрлағаныңыз үшін, оны қамап алып бәленбай сағат қамауда ұстағаныңыз үшін, және қалтасындағы ақшасына қол салғаныңыз үшін. Ол қылмыс бар тұрған. Сондықтан 1 сағат істейсіз бе? Сол 1 сағатты толығыменен вырабатывать надо. Орысша айтқанда. Орысшаны тез түсінесіздер ғой. Сол үшін біз жаңағы оқып атқан ақпаратымызды, оқып атқан сөйлемімізді, әйтпесе мәтінімізді дұрыс интонациялауымыз керек. Онда жаңағы екпін деген бар, екпіндердің де түр-түрі бар, буындық екпін дейді, фразалық екпін дейді, логикалық екпін дейді. Сосын дауыстың ырғағы бар, көтеріңкі дауыс, төменге құлдырайтын дауыс дегендей, это тоны голоса, повышенный, пониженный. Одан кейін жаңағы паузалар бар, пауза, кідірістер, сөздің жылдамдығы бар. Сөзді тым жылдам оқып қажет емес. Мысалы үшін, кез келген адамның өзінің сөзінің жылдамдық дәрежесі бар. Біреу тым тез сөйлейді, біреу баяу сөйлейді. Ал негізгі орташа саны, орташа жылдамдығы адамның 130 пен 150 сөз минутына. Мен қазір сіздерге түсінікті болсын деп, енді әрі кетсе 120 сөзбен сөйлеп отырмын. Осындай жылдамдықпен сөйлеп отырмын. Сондықтан сіздер де, мысалы, жаңағы тіл үйреткенде осы жылдамдықтан ауытқымауларыңыз керек. Түсінікті ғой, өйткені ол тіл үйренуші жаңа құлағы жаңа үйреніп келе жатыр. Егер де мен қазір отырсың бәрін тез айтып шығатын болсам, оны жаңа тіл үйреніп жүрген адам өмірінде де түсінбейді. Можно и так говорить. Көрдіңіздер ме? Сондықтан міндетті түрде оған түсінікті етіп айтып отыру керек. Жақсы ғой, түсінікті ме? Сосын жаңағы қарап отырмыз. Жаңағы көркем грамматиканы мен айттым, грамматику я по ходу работы вплетаю в урок. Оған жеке, мысалы, грамматикаға жеке тоқтап, уақыт алып қажеті жоқ. Өйткені біз филолог, лингвистерді оқытып атқан жоқпыз. Біз тек қана тіл үйретіп атырмыз. Оның тілін шешіп сөйлету біздің басты мақсатымыз. Сол себепте, әрине, жаңағы келешекте сөйлемді, сөзді дұрыс құрау үшін, грамматикалық балдақ керек. Грамматикамыз балдақ сүйенеді оған. Бірақ тым тереңдеп кетпеуіміз керек. Көрдіңіздер ме? Өйткені олар филолог емес, оларға тек қана сөйлеуді үйрену керек. Енді осы оқуды мен жаңағы әдіс ретінде қолданғанда өзімнің таңдап алған шығармаларым бар. Мысалы үшін, жаңа айттым ғой, психологтардың түрлі жаңағы тренингтерді өттім деп, Ресейден келген. Сонда солар айтады. Не дейді? Адамның дейді бүкіл жан дүниесін қозғау арқылы да тілді үйретуге болады дейді. Көрдіңіздер ме? Сонда оның бүкіл ойын, санасын, бүкіл психологиясын билеп алатындай бір шығармаменен жұмыс істесем, мен өзім соның көзім жетті. Нәтиже анағұрлым жақсы болады. Сондықтан мен мысалы үшін ер адам болсын, жас болсын, кәрі болсын, әйел адам болсын, ең бірінші жаңағы оқу арқылы, кітап оқу арқылы тіл үйреткенде мен Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» шығармасын алдым. Себебі, енді бәріңізде фильмін көрдіңіздер, немесе орысша оқыдыңыздар, қазақша оқығандарыңыз бар, білесіздер, Қожаның қандай сүйкімді бала екенін.
бәріміз де сондай сүйкімді болдық, бәріміз де сондай сотқар бұзатар болдық, иә? Оның басынан өткені біздің басымызда да бар. Сондықтан біз жаңағы қожаның жан дүниесін біз жақсы түсінеміз. Сол себептен мен жаңағы контингентке осы менің атым қожаны қолданамын үнемі. Енді әйелдерменен жеке жұмыс істейтін тағы бір нем бар, жобам бар. Оларменен жұмыс істегенде мен Әуезовтың Қорғансыздың күнін аламын. Кім оқыды Қорғансыздың күнін? Өкінішке. Оқыдыңыздар ма? Сиротская доля. Сиротская доля. Керемет енді. Үш бақытсыз әйелдің оның ішінде ең кішкентай жаңағы қыздары сол отбасының қайғылы қазаға қалай душар болатыны, міне сол туралы, солардың жан дүниесі, соның бәрін айтып отырып, түсіндіріп отырғанда жаңағы әйелдердің санасында сол не қалады, сөздері де қалады, сюжеті де қалады, кейіпкерлері де қалады дегендей. Бір нені оқытқанда, осы Қорғансыздың күнін оқытқанда маған біреу айтқан, у вас, извините, говорит, можно вам задать вопрос? Я говорю, я сұрай қойыңыз. А у вас нет никаких вот таких вот проблем? У вас что-то, наверное, тяжелое в жизни. Я говорю, жоқ, кешіріңіздер. Это просто только лишь прием. Көрдіңіздер ме? Себебі, действительно, жаңағы оқыған адамға өте ауыр әсер береді, иә? Бірақ нәтижесінде ол жақсы жаңағы әдістемелік неге жеткізеді. Нәтижеге жеткізеді. Иә. Сосын ер адамдармен жұмыс істегенде мен тағы да Әуезовтың Көксерегін аламын. Ол кезде кілең, көбіне ер адамдар, мәжіліс құрады, жаңағы көксерек қасқырды қалай ұстаймыз, оның жаңағы ит баптаған бір ортасында кейіпкер бар, бәрі жаңағы аңға қалай шығады, жаңағы қасқырды қалай қуады, екі ит пен қасқырдың арпалысы, толған динамика, толған азап, мен осы немен шығармамен ер адамдармен